Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжінің физика пәнінің оқытушысы Қалауова Айжан Құраловна. EduPage порталына өз логиндарыңызбен кіріп, бүгінгі тақырыпқа назар аударыңыздар. Сабақтың тақырыбы тербелмелі контурдағы электромагниттік тербелістер. Жабық тербелмелі контурдағы энергияның айналуы. Сабақтың мақсаты тербелмелі контурдағы электромагниттік тербелістермен таныстыру, техникалық түсінікті қалыптастыру. Міндетіміз тербелмелі контурдың тербеліс периодын, толық энергиясын есептеп табуды үйрену. Бұл сабақта меңгеретініміз электромагниттік тербелістер, идеал және нақты тербелмелі контурлар, электромагниттік тербелістер энергиясы, электромагниттік тербелістердің қолданысы. Сабақты меңгеру үшін мына тақырыптармен таныс болуымыз керек. Тербеліс пен толқын анықтамалары, электромагниттік индукция, өріс, электр тоғы ұғымдары, ток күші, кернеу, кедергі, заряд, ток заңдары, өздік индукция құбылысы. Электромагниттік тербелістер дегеніміз заряд, ток күші және кернеудің периодты өзгерісі. Электромагниттік тербеліс кезінде электр және магнит өрістері энергиясының бір-біріне периодты айналу процесі жүреді. Яғни, конденсаторлардың разрядталуы кезінде заряд, ток, кернеу, электр және магнит өрістері периодты түрде өзгеріп отырады. Тербеліс табиғатта және техникада ең кең таралған процестердің бірі. Жәндіктер мен құстардың қанаттары ұшқанда, биік ғимараттардың сымдары қатты жел болғанда, сағаттың маятнигі бұралғанда, теңіз деңгейі жыл бойына және адам денесінің температурасы кісі ауырған кезде тербеледі. Дыбыс ауа тығыздығы мен қысымының тербелісі. Радиотолқындар электр және магнит өрістері кернеулігінің периодты өзгерісі. Көрінетін жарықта электромагниттік тербелістер, тек толқын ұзындығы мен жиілігі басқаша. Жер сілкінісі, жер қыртысының тербелісі, көтерілу мен қайту ай тартылысының әсерінен болатын, кей жерлерде 18 метрге жететін теңіз бен мұхит деңгейінің өзгерісі. Тамырдың соғуы, адамның жүрек бұлшық етінің периодты қысқаруы және тағы басқалар. Сергектік пен ұйқының, еңбектену мен демалыстың, қыс пен жаздың ауысуы. Тіпті біздің күнделікті жұмысқа баруымыз бен қайтуымызды да бірдей немесе соған жуық уақыт аралығында қайталанатын процесс ретінде тербеліске жатқызса болады. Тербелістердің механикалық, электромагниттік, химиялық, термодинамикалық және басқа да түрлері бар. Тербелмелі контур деп сыйымдылығы С конденсатор және индуктивтілігі L катушкадан тұратын тұйықталған электр тізбегін айтады. Суретке назар аударыңыздар. Бұл жерде индуктивтілікті катушка және конденсатор бір-біріне тізбектей жалғанған. Тұрақты ток көзінен, тербелмелі контурдан, кілттен және гальванометрден тұратын тізбек құрастырайық. Катушкаға гальванометрді жалғаймыз, конденсаторды тұрақты ток көзіне жалғап, кілтті нөмір 1 жағдайға қоямыз. Конденсатор зарядталады, оның астарларында электр заряды пайда болады. Бірінші астарда оң зарядтар, екінші астарда теріс заряд жинақталады. Кілтті екінші жағдайға ауыстырамыз, яғни конденсаторды ток көзінен ажыратамыз да катушкаға қосамыз. Конденсатор разрядтала бастайды. Сол кезде катушка арқылы айнымалы ток ағады. Мұны біз гальванометрдің тілінің тербелісінен көре аламыз. Конденсатор разрядталған сайын электр өрісінің энергиясы кеми береді. Бірақ сонымен қабат токтың магнит өрісінің энергиясы арта бастайды. Тербелмелі контурда конденсатордың энергиясының кемеуіне байланысты катушканың магнит өрісінің энергиясы артады. Оны
мына төмендегі формула арқылы көруге болады. Конденсатордың астарларының арасындағы электр өрісінің энергиясының формуласы және де катушканың магниттік өрісінің энергиясының формуласы. Тербелмелі контурдың тербеліс периодының формуласын Томсон формуласы деп атайды. Томсон формуласы Т тең болады 2π, түбір астында L көбейтілген С. Өлшем бірлігі секунд. Тербелмелі контурдың параметрлері. Тербелмелі контурдың меншікті жиілігі формуласы ню тең болады 1 бөлінген 2π, түбір асты LS. Өлшем бірлігі герц. Тербелмелі контурдың меншікті циклдық жиілігі бұл омега 0 тең болады 1 бөлінген түбір асты L көбейтілген S. Өлшем бірлігі герц. Тербелмелі контур кез келген радио таратқыш пен радио қабылдағыштың маңызды бөлігі болып табылады. Әдетте ол радиотехникалық құрылғылардың резонанстық жүйесі ретінде қолданылады. Тербелмелі контур жоғары жиілікті генераторларда электромагниттік тербелістің көзі болып қызмет атқарады. Оптикалық диапазондағы электромагниттік тербелістер радиобайланыста, радиолокацияда және радионавигацияда кеңінен қолданылады. Жаңа сабағымызды бекіту үшін есептер шығарайық. Бірінші есеп. Сыйымдылығы 50 пикофарад тербелмелі контурда жиілігі 10 мегагерц еркін тербеліс алу үшін оған қандай индуктивтілік қосу керек? Үйге тапсырма. EduPage порталына кіріп, үй тапсырмасын орындау. Әрбір студентке арналған жеке тапсырмаларды орындайсыздар. Екінші есеп шығарасыздар. Тербелмелі контурдың индуктивтілігі 20 микрогенри. Бұл контурда 5000 кГц жиілікке шақтап құру үшін сыйымдылығы қандай конденсаторды таңдап алу керек?